Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге осындай қоюлатылған сүт жасаймыз, яғни сгущенное молоко. Біздің бүгінгі жасайтын сгущенкамыз 100% табиғи таза өнімдерден жасалады. Және де дүкеннің сгущенкасына қарағанда әлде қайда дәмді болып шығады. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыз. Себебі әлі еш жерде жарияланбаған өз әдісіммен бөлісетін боламын. Ыдысқа 1 литр суық сүт құямыз. Сүт піспеген болуы керек. Содан соң 2 стакан қант саламыз. Сүтті плитаға қойып, қанты ерігенше араластырамыз. Қант еріп, сүт қайнап шыққанынша плитаның асты жоғары болуы керек. Және де қант еріп бітпейінше қозғауды тоқтатпаңыз. Сүт қайнап шыққан соң плитаның астын орташа градустан төменірек градусқа қойыңыз. Сүт пен қантты қатты қайнатпаңыз. Жай қайнауы керек, сонда ғана біздің сгущенкамыз біркелкі болып піседі. Сүтті міндетті түрде әр 5-10 минут сайын қозғап отырыңыз, асты жабысып қалмасын. Сүт осылай жай қайнап тұруы керек. Және де видеода көріп тұрғандарыңыздай сүттің бетіне қаймақтары шығып қалады. Бұған онша қатты мән бермесеңіз де болады, себебі қайнап жатқан аралықта ол өздігінен жоқ болып кетеді. Менің сгущенкам 35 минут қайнады. Және 5 минут осы плитаның өзінің ыстығында тұрды. Бірақ әркімде әртүрлі уақытта пісуі мүмкін. Сгущенканың дайын болу уақыты сүттің майлылығына байланысты. Және де сгущенканың дайын болғанын осылай тексеруге болады. Кез келген құрғақ ыдысты алып, осылай түбіне 1-2 тамшы тамызып көріңіз. Егер сгущенка ағып кетпесе, және де бір орында тұрса, толық дайын болғаны. Ал енді осы сгущенканы ыдысымен аздап суығанша суық суға батырып қоямыз. Менде сгущенка 15 минуттай суық суда тұрды. Енді оны басқа ыдысқа құйып аламыз. 1 литр сүтпен 350 грамм қанттан 645 грамм сгущенка шықты. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, біздің сгущенкамыздың ішінде кішкентай ұсақ түйіршіктері бар сияқты болып көрініп тұрады. Сгущенка біркелкі болу үшін міндетті түрде блендермен немесе миксердің көмегімен осылай қозғау керек. Блендермен қозғасаңыз, сіздің жасап жатқан сгущенкаңыз біркелкі болып шығады. Ал енді сгущенканың бетін жауып, тоңазытқышқа 1 сағатқа қоямыз. Бізде осындай өте дәмді қою сгущенка дайын болды. 100% табиғи әрі қарапайым заттардан жасалған сгущенканың дәмі өте керемет болып тұрады. Егер сұрақтарыңыз болса, немесе жасап көрсеңіздер, комментарийға жазып қалдырыңыздар. Мен міндетті түрде жауап беретін боламын. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін алғысым шексіз. Келесі кездескенше.